Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен есімім Абдрахман Гүлсім Сағынбекқызы, Ермек Серкебаев атындағы нөмір 3 балалар музыка мектебінің домбыра сыныбының оқытушысымын, оркестр ансамбль жетекшісімін. Білімім жоғары. Енді осы сәтті пайдаланып, мен бүгін сіздерге өзімді хронология емес, өзім жүріп келе жатқан 3 роль арқылы таныстырғым келеді. Музыка ол менің бірінші тілім. Мен алғаш еңбек жолымды орта білім беруден бастадым. Колледжде 10 жыл қызмет атқардым. Ары қарай қазір қосымша білім беру саласында еңбек етіп келемін. Ең бірінші, менің өмірімдегі ең маңызды роль ол ұстаздық. Мен үшін ұстаз ақпарат беретін адам емес. Ұстаз баланың ішінде үнсіз жатқан қабілетті оятып шығаратын адам. Әр сабаққа кірген сайын өзіме міндетті түрде бір сұрақ қоямын. Бүгін осы балаға мен сенім бере аламын ба? Өйткені кейде балаға бір ғана сенім бір айдан артық, бір айлық дайындықтан артық сенім береді. Мен үшін ұстаздық ол кәсіп емес. Баланың өнерін ашатын кілт. Мысалға, алғаш келген оқушылардың көзінде әрқашан от жанып тұрады. Сол отты сөндіріп алмау менің басты міндетім және мақсатым. Менің екінші ұстанымым, мен шығармашыл адаммын. Өнер мен үшін жай хобби емес. Ол менің энергиям, тынысым, өмір ырғағым. Күй ойнау, оркестрмен жұмыс, балаларға шығармашылық тапсырмалар беру маған ерекше қуат береді. Музыка маған 4 нәрсені үйретті. Және мен осы нәрсені өз шәкірттеріме үйреткім келеді. Ол бірінші тәртіп. Тәртіпсіз берілген білім ол білім емес. Екіншісі сабыр, сезімталдық және еңбекқорлық. Өнер адамды өзгертеді. Бір күй өмірге деген көзқарасты, бір әуен мінезді қалыптастырады. Менің миссиям ұлттық өнерімізді дәріптеп балаларымызға атадан мирас болып қалған дүниені жеткізу. Ал үшінші рөлім ол адам тұлға ретінде. Мен үнемі өзіме сұрақ қоямын. Мен адам ретінде кіммін? Өзімді үнемі 3 құндылықпен тәрбиелеуге тырысамын. Біріншісі тәртіп, екіншісі жауапкершілік және жылы жүрек. Тәртіп адамды ұстаз ретінде қалыптастырады. Жауапкершілік әр оқушының болашағына әсер етеді. Жылы жүрек адамдармен қатынастың негізі. Өнердің де ұстаздықтың да түбі адамға деген мейірім. Өнер өмірдің үнсіз әңгімесі, ал күй сол әңгіменің жүрекке жететін тілі. Өнерлі шәкірттеріміз көп болсын. Рахмет.